сабағымыз e-дарын жүйесі бойынша толықтыруларды қарастыратын боламыз. Ең бірінші профиль бөлімінен бастаған келеді. Профиль бөлімінде бізде жаңа толықтырулар енгізілген. Әр мұғалімнің профилінде ол білім басқармасының сұранысы бойынша енгізілді жүйеге. Яғни бұл жерде бізде профиль бөлімінде азаматтық деген ұлты, білімі, білім белгісі, академиялық ғылыми дәрежесі, еңбек мансабының басталуы, санаты туралы ақпараттар толықтыруға болады. Бұл ақпарат бізде не үшін керек? Бұл жалпы білім бөлімдері, білім басқармалары жалпы есеп алу үшін, яғни ол жерде көрсетілген мәліметтер есеп жүйесінде, есеп ретінде білім басқармасына беріліп отырады. Осы жерде сіздер өзіңіздің біліктіліктеріңіз жайлы мәліметтерді толтыруға болады, және қандай да бір біліктілік курсын жаңадан өткен болсаңыздар, оны қосуға болады. Яғни осы жерде біліктілікті қосу батырмасын басып, өткен жерін таңдайсыздар, тізім берілген, сол жерден таңдауға болады. Оқыту бағдарламасын, қандай пән бойынша, яғни жаңа біліктілік арттыру өткізілді. Өту нысаны, оқыту тілі, курстың ұзақтығы, курстың басталуы және аяқталу күнін көрсету керек. Және соны сақтаған кезде бізде осы жерде кесте ретінде енгізілген толықтырулар сақталатын болады. Келесі бөлім бізде ұйым бөлімі. Ұйым бөлімінде бізде оқу жылы бөлімі қосылды. Бұл жерде біз биылғы оқу жылын көрсетуіміз керек, яғни оқу жылы арасында ауысуға болады. 2022 және 23 жыл, және 23-24 жаңа оқу жылы. Жаңа оқу жылы бойынша бізде барлық мекемелерде біз 2023 жылдың 14 тамызынан 2024 жылдың 14 тамызына дейін қойылды. Бұл бізде не үшін керек? Осы оқу жылын көрсетілген оқу жылына байланысты бізде барлық оқу процесі, тағайындаулар және жаңағы өтінім берулер осы жерден, осы настройкадан, баптаулардан алынатын болады. Яғни осы бөлімді тексересіздер, және басқа толықтырулар жоқ, әдеттегідей және сақтау керек. Осы ұйым бөліміндегі оқу жылын тексеріп, егер ол жерде сіздерде оқу жылы басқаша басталатын болса, бізде көрсетілгеннен бөлек, яғни 1-ші қыркүйектен бе, әлде 15-ші қыркүйектен оны өздеріңіз көрсетсеңіздер болады, бірақ біз әдетте өтінім беру қашаннан басталады? Мысалға 15-нен, ертеңнен басталады деп күтіліп отыр көп бейінді мекемелерден. Сол себепте 14-нен бастап біз қойдық. Келесі бөлім бізде қабылдау бөлімінде, яғни өзгертулер. Бізде, яғни секция үйірмелер бөлімінде сіздерде былтырғы оқу жылындағы бүкіл үйірмелер көрсетіліп тұрады, бірақ ол жерде бәрінде жабық және бос орындар 0 болып көрсетіліп тұр. Бізге келесі оқу жылына редактировать етіп, яғни өзгерту арқылы үйірмені қарайтын болсақ, бұл жерде бізде ешқандай оқу жылы бөлімі көрсетілген. Оқу жылы бөлімінде 2023 және 2024 жаңа оқу жылы, бұл жерде ешқандай топ жоқ, және 2022-23 жыл. 2022-23 жылға ауыссақ, бізде былтырғы оқу жылындағы топтардың барлығы архив ретінде сақталған. Осы жерде ешқандай өзгеріс енгізе алмаймыз, яғни барлығы өзгеріссіз тұратын болады, және тағайындауларға ешқандай өзгеріс жасай алмаймыз. Тек қана біз осы былтырғы оқу жылынан оқушылар жаңа оқу жылына ауысатын болса, ауыстыра аламыз және оқудан шығара аламыз. Яғни біз соны қарастырып өтейік. Ең бірінші біз оқу жылына, жаңа оқу жылына оқушыларды ауыстыру үшін бірінші жаңадан топ құратын боламыз. Мысалға, топтың атауын жазасыздар өздеріңізге ыңғайлы қалай болады.
топтың атауы қабылдауды ашық немесе жабық көрсетесіздер, тілді, жұмысын, оқу жасы, мысалға неше жастан қабылданады, неше жасқа дейін. Бұл өзгеріссіз, яғни былтырғыдай топ ашасыздар, жалпы орын көрсетесіздер, неше орын қабылдайсыздар және сақтайсыздар. Мысалға бір осы таңдап отырған кружокта сізде бірнеше топ болатын болса, жаңадан тағы да топ қосып, мысалы екінші топ деп баптауларыңызды көрсетесіздер. Жасын, мысалға 12 жастан 18 жасқа дейін мысалға, тегін, жалпы орын 10 деп, және сақтаймыз. Сол кезде бізде осы жаңа 0 болып тұрған жерде бізде 20 орын, яғни біз жаңа оқу жылында 2 топ аштық, 2 топта 10 орыннан көрсеттік, және 10 орын қолжетімді. Енді осы топтардың атаулары сіздер көрсеткен бүкіл баптаулар сақталынатын болады. Енді былтырғы оқу жылынан бізге оқушылар қалатын болса, ауыстыру батырмасын ашып, былтырғы оқу жылындағы балаларды біз жаңа топқа ауыстыра аламыз. Ол үшін тағы да көрсетейік, міне ауыстыру батырмасын басамыз. Сол кезде бізде былтырғы оқу жылы және архивтегі балалардың тізімі көрсетіледі. Осы балаларды біз бірінші немесе екінші топқа орналастыра аламыз. Мысалға таңдайсыз, қай баланы қай топқа ауыстырамыз. Осылай сөйтіп ауыстыру батырмасын басып, яғни ауыстырамыз барлық балаларды. Енді қарайтын болсақ, міне 2023-24 оқу жылында жалпы саны, яғни ескі оқу жылынан жаңа оқу жылына 2 бала ауыстырылды. Оны сіздер тізімнен былай көрсеңіздер болады. Сосын, егер былтырғы оқу жылы оқудан шыққан балалар болатын болса, сіздерді оларды біртіндеп емес, осы топтан бірден бәрін оқудан шығаруға болады. Оқудан шығып кеткен бала, оқудан шығу батырмасын басамыз. Бұл жерде себебін көрсетеміз. Не себепті оқудан шықты? Мысалы, бұйрық бойынша, немесе қате толтыру бойынша, немесе выпускник деген үшінші, яғни қандай да бір сертификат алған болса, немесе сол көрсетіп, мысалға таңдап, шығу күнін қоямыз, мысалға артқы датамен шығаруға болады, и приказ номерін жазамыз. Дәл осылай, егер балаларды аттестат ету керек болса, оқудан шығару керек болса, себебін көрсетіп, шығару күнін көрсетеміз, және де приказ номерін көрсетіп, оқудан шығару батырмасын басамыз. Яғни, ол балалар уже оқудан шығарылды деп мәртебесі өзгеретін болады. Мысалға, жаңа біз ауыстырған балаларды, яғни бір топтан бір топқа ескі оқу жылынан қате ауыстырған болсақ, біз ол баланы қайта қайтаруға болады. Мысалы, осы батырманы бассақ, ол қайта осы топқа қайта тіркеледі. Сосын дұрыс қай топқа қою керек, дұрыс топты таңдап, қайтадан сақтауға болады. Бұл бөлім бойынша бізде қабылдау бойынша жаңа оқу жылына осылай ауыстырамыз. Енді мамандықтар, яғни бізде профильный организациялар отырған болса, бұл жерде бізде ешқандай өзгеріс болмайды. Тек қана бұрынғыдай қабылдау жүреді. Бірақ топтар бөлімі бізде әзірше өзгерістер енгізілетін болады. Жаңа секция үйірмелер бөліміндегіндей, осы жерде 23-24 жыл аралығында переключение жасауға болады, және бұл жерде жаңа топтарды құрасыздар, және жүктеме бөлімінде дәл солай 2022-2023 жыл аралығында ауысу мүмкіндігі болады. Яғни 2022-2023 оқу жылы ол архивтегі балаларды жаңа топтарға қосуға мүмкіндік болады. Жалпы осымен
жаңартулар бойынша ақпарат толықтай берілді. Егер сұрақтарыңыз болса, қойсаңыздар болады. Жаңа оқу жылына ауысу бойынша егер сұрақтарыңыз болса, біліктілік толтыру бойынша. Сәлеметсіз бе? Мен сұрақ қояйыншы бір. Сәлеметсіз бе? Мысал үшін 2022-23 оқу жылының балаларын ешқайсысын шығармаймыз, иә? Только мүмкіндік тек жалғастырып оқыса ғана ауыстыру мүмкіндігі бар, иә? Қалған балаларды шығармаймыз, иә? Оқымаймын Жоқ, деген. егер оқудан шыққан болса, шығарасыздар. Егер оқудан шығып кеткен болса, міне 2022-23 жылға өтесіз. Оқудан шығару батырмасы бар. Әр топтың астында сізде мысалға бір үйірмеде бірнеше топтар болуы мүмкін. Әр топта оқудан шығару батырмасы бар. Яғни ол балалар оқымайтын болса, себебін көрсетіп, күнін көрсетіп, приказды қоясыз да оқудан шығарасыз. А егер оқудан шықпаған болса, сіздер оны ауыстыру батырмасын басып, жаңа оқу жылына ауыстырасыз. Яғни мына жерде немесе былтырғы оқу жылындағы балалар немесе оқудан шығады толықтай, немесе жаңа оқу жылына ауысады. Жақсы, түсінікті. Тағы бір сұрақ қоюға бола ма? Түлек мысал бітіреді, иә? Біз оны оқудан шығарамыз. Бірақ ол қайтадан жалғастырамын дейді. Оны қайтадан біз тіркейміз, иә? Өтінішін алып, қайтадан жаңадан 6-шы сыныпқа тіркейміз ғой, солай дұрыс па? Әдетте сіздерде олай болатын беді, оқудан ол уже Мысалы, сертификатын алып түлек кеткен 5 болса. жыл оқиды, иә, 5 жыл оқиды, ол түлек бітірді. Енді ол ары қарай 6-шы сыныпқа барам. Біз енді приказ бойынша оны оқудан шығарамыз ғой. Бірақ ол келесі жыл қайтадан келеді, бізге мен ары қарай жалғастырам дейді. 6-шы сыныпты. Вот сол жерде қалай біз істейміз? Қайтадан баланы өтініш арқылы тіркейміз, иә? Негізі 6-шы сыныпқа қабылдауға бола ма? Ол уже методологиялық сұрақ. Методистен сұрау керек, немесе білім бөлімінен. Негізі 6-шы сыныпқа қабылдауға бола ма сіздерде? Негізі жалғастыруға болады. Өйткені уақыты кеп тұрған жоқ. Мысалы, 9 бізде мысалы әртүрлі возрастта келеді ғой балалар. Мысалы, 6 жасынан келсе, ол уже 10 жасында уже бітіріп қалады. Мысалы, 12 жасында. Олар қарай жалғастырамыз. Жалғастыратын болса, әдетте қайта қабылдаған кезде приказбен қабылдайсыздар ма? Иә, қайтадан приказбен 6-шы сыныпқа қайтадан өтінім беріп, приказбен қабылдайсыздар, сосын қажетті топқа қосыласыздар. Жақсы. Сосын сіздерде тағы бір сұрақ, осы жерде бірінші топ, екінші топ деп тұр, иә? Бізде үшінші топқа өтетіндер бар, ол тек қана 1 мен 2. Жоқ, ол мен сізге мысал ретінде 2 топ қосып көрсеттім, иә? Мысалы, сіздерде 3 топ, одан көп топтар болса, топты қосып, атауларын қосып қоса бересіздер. 3 топ, 4 топ, неше топ бар? Неше топ болады, сонша қосасыздар. Сіздерде кружковый емес қой, учебный процесс арқылы емес па топтар? Бізде оқу процесі группалар бар. Кружокта да бар, иә? Онда қанша топ қосқыңыз келеді, осы топты қосу батырмасын қосып, басып, қоса бересіздер, неше топқа дейін, көп топ қосуға болады. Қажетті топ санын бірінші оқу жылына кірген кезде, 23-24 оқу жылға кіргенде, ол жерде міндетті түрде неше топ сіздерде болады, сол топтың бәрін бірінші қосып аласыздар. 10 топ болса, 10 топты бірден қосып аласыздар, сосын ғана ауыстыруға көшесіз жаңа оқу жылына. Сосын әдеттегідей дәл былтырғыдай тағайындаулар журналда отображаться ету үшін, көріну үшін тағайындау бөліміне кіріп, қосу дәл әдеттегідей былтырғыдай жаңадан назначение бересіздер. Топты ашасыздар, орындарды көрсетесіздер, баптаулардың бәрін толтырып, тағайындау жаңадан жасайсыздар 24-ші жылға. Рахмет.
Кешіріңіз, жаңа профиль бөлімінен бір сұрақ қояйыншы деп едім. Иә. Мысал үшін жаңағы мұғалімдерге біз квалификацияларын қосамыз дедіңіз, иә? Сосын астында тағы да немене заявка бере аласыздар деп айттыңыз. Бұл егер сіз мысалға биыл жаңадан біліктілік арттыру курсын өтсеңіз, мына жерде сіз ағымдағы бар курстар толтырасыз ғой. Біліміңізді көрсетесіз, егер курс өткен болсаңыз, соны қосасыз. Егер биыл немесе келесі жыл сіз тағы өткен болсаңыз, тағы да қоссаңыз болады. Яғни қай жерде өттіңіз, өткен жерін қоясыз, қандай бағдарлама, пәнін, соның бәрін, жаңадан өткен курстардың бәрін осы жерде толықтырып отырсаңыз болады. Олардың бәрі осы жерде кесте күйінде сақталып отырады. Осы кестеден білім басқармасы, білім бөлімдері есеп ретінде ала алады. Қандай мекеме бойынша, қандай біліктілік арттыру курстарын өтті қай мұғалім, кімде қандай стажы бар, соның бәрін осы толтырылған мәліметтер бойынша есеп жүзінде берілетін болады. Сонда нәтижеде біліктілік арттыру курсын басқанда сізде жаңа біліктілік арттыру курстарын оқытатын жерлер шықты, иә? Иә, соның ішінен таңдай саласыздар, қай жерден өттіңіз? Осы жарамды дегендер ғана, иә, ішінде? Біз бәрін есепке алдық деп ойлаймыз. Егер ішінде сіздің өткен жеріңіз немесе жоқ болып жатса, жазсаңыздар, біз қосамыз тағы. Жоқ, бұйрықта бар еді ғой дегенім ғой, соларды қосып шықтыңыз ба бар еді? Бұйрықта бар. Жақсы. Бұны әр мұғалім өздері қосады, өзінің профилінде. Кешіріңіз, сосын тағы бір сұрақ, жаңағы расписание бөлімі деген бар еді ғой бізде? Сіз қай мекемеден? Құрылықта ма? Мен Қарқаралы ауданы Егіндібұлақ селосынан, центр школьниковта. Иә. Расписаниені тағайындаулар бөліміндемін. Назначение жасайсыз ғой? Сол кезде мұғалімін қосасыз, дисциплина. Сосын күндерді, қай күні десеңіз, күнді бассаңыз, оқыту күндері, сағаттары шығады. Жоқ, бұларды білем ғой. Бірақ алдыңғы оқу жылында мынандай болды да, біз расписанияны жаз қойсақ та расписаниямыз шыққан жоқ. Мұғалімдер күнмен толтырады ғой журналды. Содан кейін бірақ шығып отырады. Мысал үшін бүгін дүйсенбінің расписаниясын толтырса, дүйсенбінің расписаниясы ғана тұрады, қалған расписаниялар шықпайды дегенім ғой. Биыл журнал бойынша да өзгертулер мен толықтырулар бар. Мұғалімдерге толтыруға ыңғайлы болу үшін тағы толықтырулар жасалды. Былтырғы жыл бірінші жыл болды ғой. Биылғы жылы тағы толықтырулар бар. Ол толығымен аяқталған кезде тағы да жинаймыз. Телеграм-каналда хабарландыру береміз. Жаңа журналдағы толықтырулармен тағы таныстыратын боламыз. Ол жерде расписаниясы бәрі көрсетілетін болады. Ыңғайлырақ болады деген сенімдеміз. Жақсы, рахмет. Саламатсыз ба? Саламатсыз. Ол шет аудан өнер мектебінен. Мысалы, бізде үйірмеде бізде айтылды ғой өткенде, бізде үйірмеде бар и специальность бар деп. Мысалы, данное время үйірмеде вокал деген тұр. Бірақ вокалдан бізде үйірме бұрын болды да, одан кейін ол кісі шығып кетті да, қазір ол пустой болып тұр. Бірақ сонда да специалистқа біз көшірдік қой, сол эстрадный вокал болып көшірілді специалистқа. Ал бұрыннан тұрған сол вокалдың балалары списоклар сол жерде қалып қойды үйірмеде. Енді біз оны өшіре алмадық, потому что ана журналдағы бәрі өшіріп қала ма деп, соны қалай істеуге болады? Биыл оқу жылында сіздер уже специальность бойынша оқи ма ол балалар? Былтыр құрылымда болған. Биыл оқу процесінде сіз уже оны топтарға қоссаңыз болады. Қандай топ? Жаңадан формироваться етеді ғой топтар. Қазір бізде әлі толық аяқталған жоқ жұмыстар. Топтар бөлімінде де 22-23 оқу жылдары болып бөлінеді. Осы жерде биылғы оқу жылында сіздер оларды уже мамандық бойынша қоссаңыз болады. Қай топта оқу керек? Сол именно сіз преобразование жасаған кезде былтыр, дұрыс преобразование болмады да, кружокта қалып қойды. Енді биыл сіз топты құрған кезде сол топтарға қоссаңыз болады. Ал егер жаңа кружок толықтай жабылатын болса,
просто жаңағы қабылдау жабық деп қоямыз. Кружокты өшірмейміз. Өйткені былтыр журнал толтырды ғой мен. Жоқ, ол топтарға болғанда бұл эстрадный вокал ол жеке сабақ берілетін не ол, мен оны қалай топтарға бөлемін, ол жерде топ жоқ қой. Жеке болса, онда жеке тағайындау жасайсыз жүктеме арқылы. Жүктемеде жеке оқыту бойынша тағайындау жасап, мұғалімдерге назначение бересіз. Сосын ана кружок бөлімнен оларды өшіріп тастауға бола ма? Олар архивта тұрады, сіздер оны өшірсеңіз журнал кетіп қалады ғой, оны өшірмейсіздер. Архивта қалады. Солды сұрап тұрған, өйткені ол ана жерде тұрғаны, ол вокалда да сол санды көрсетіп тұр, эстрадный вокалда да сол санды көрсетіп тұр, оқушының санын көрсетіп тұр, екі жерде бірдей болып. Осындай вопрос. Сосын жаңағы хореография бізде енді қазір данный момент хореография бізде неде тұр? Кружокта тұр, ал негізі ол специалистта тұру керек. Олар енді топтар, оны могу енді ауыстыруға. Вокал менде сол не болып тұр. Енді мысалы менде домбыра кружокта бар, и специалистта бар, сол қалай болады? Енді сіз домбыра кружокта специалистта қабылдайсыз ба? Специальность ретінде. Но кружок болса, үйірмеден жаңа оқу жылына ашыңыз. Егер былтырғы үйірмеден қалған балалар болса, ауыстырасыз. Жаңа орындар көрсетесіз, сөйтіп оны кружок ретінде қабылдайсыз. Специальностьқа бөлек орындар көрсетесіз, оны бөлек қабылдайсыз. Қабылдау бөлімінде сіз мамандыққа кіріп домбыраны қоясыз, орындар көрсетесіз. Үйірмеде де жаңағы үйірме былтырғы домбырадан жаңа оқу жылына ауысқан балалар болса, ауыстырасыз. Шығып кеткендерді шығып кетті деп қоясыз, болды. Жақсы. Тағы сұрақтарыңыз бар ма? Тағы бір сұрақ қойыншы. Мысалы үшін, былтырғы біздегі кружоктар биыл, мысалы үшін, бір кружогы болмай қалса, екі кружок, мысалы үшін, болады ғой енді әртүрлі жағдай. Былтыр жұмыс істеген, биыл жұмыс істемейді. Иә, сондай болса, кружоктарды өшіріп тастаймыз ба? Өшірмейсіз, қабылдау жабық деп қоясыз, орындар көрсетпейсіз, болды. Жаңа оқу жылында көрсетпейсіз. Жақсы. Сіз оны жаңа оқу жылына топ ашпасаңыз, олар биыл ата-ана өтінім берген кезде былтырғы кружоктар көрінбейді. Егер сіз жаңағыдай мына жерде көрсетілгендей жаңа оқу жылында топтар ашпасаңыз, ол өтінім берген кезде көрінбейді. Яғни былтырғы действующий кружоктар биыл егер ол болмайтын болса, оларды просто жаңа оқу жылына ауыстырмайсыз, топтар ашпайсыз. Сонда қабылдауға көрінбейді. Жақсы. Мысал үшін да жаңағы қайтадан топ құру керек па? Былтырғы алдыңғы оқу жылында болған үйірмелерге? Алдыңғы оқу жылында болған үйірмелерде, 2023-24-ке ауысасыз. О жерде сіздерде қазір вообще топ жоқ, ешқайсысы үйірме бойынша. 22-23 жылда ғана бар. Олар архив ретінде осылай сұр болып, боялып тұр, сақталып архив. 23-24-ке өткенде сіздерде ешқандай топ жоқ. Мен жаңа мына топтарды құрып көрсеттім. Жаңадан топ құрасыздар, орындарды ашасыздар, сол кезде ғана ол ата-аналарға өтінім беруге қолжетімді болады. Жақсы, түсінікті. Тағы сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақтарыңыз жоқ болса, онда аяқтайық, иә?
рұқсат болса. Сұрақ жоқ. Жақсы. Жақсы. Сау болыңыздар. Сау болыңыз.